Баршаңызға сәлем. Менің арнамның қымбатты көрермендері. Бүгін мен сіздермен жүрегімде ерекше із қалдырған бір түнімнің оқиғасымен бөліскім келеді. Бұл түн мен үшін өте маңызды болды. Себебі оны мен өзімнің сүйікті қайынатаммен өткіздім. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл түн мен үшін өте маңызды болды. Себебі оны мен өзімнің сүйікті қайынатаммен өткіздім. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Қазір сіздер қайната мен келін арасында қандай ерекше түн болуы мүмкін деп ойлап қалған шығарсыздар. Ендеше соңына дейін тыңдаңыздар. Бұл оқиға бірнеше апта бұрын болған еді. Жұмыстан кеш қайттым. Үй шаруалары біткен соң теледидар көріп отырдым. Кенеттен қоңырау шалынды. Қарасам қайынатам. Әдетте ол кісі күндіз хабарласатын. Кешке қоңырау шалуы мен үшін таңғаларлық жағдай болды. Алло, папа, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қызым, саған бір ұсынысым бар еді. Ертең менің ауылға барып, менімен бірге түнейікші деді. Ауылға? Қазір ма? Дедім ойланып. Иә, ертең менің туған күнім, үлкен дастархан жайылмайды, бірақ екеуміз шағын ғана отырыс жасасақ деймін. Сені қатты сағындым деді. Бұл ұсыныс мен үшін күтпеген жағдай болды. Бір жағынан жұмыс, үй шаруасы дегендей, бірақ қайынатамның даусындағы сағынышты естіген соң бас тарта алмадым. Ертесіне таңертең ерте тұрып жолға жиналдым. Күйеуім жұмыста болғандықтан өзім жалғыз бардым. Жол бойы ойланып келе жаттым. Қайынатаммен жеке дара уақыт өткізу мен үшін бұрын болмаған тәжірибе еді. Әдетте біз үлкен отбасылық жиындарда ғана кездесетінбіз. Ауылға жеткен соң қайынатам мені жылы қарсы алды. Оның көзіндегі қуанышты көргенде дұрыс шешім қабылдағаныма көзім тағы да жетті. Біз үйге кіргеннен кейін ол маған өзінің жастық шағы өткен үйді көрсетті. Әр бұрышта қызықты әңгімелер жасырынып жатқандай әсерде болдым. Кешке қарай қайынатам шағын ғана дастархан жайды. Бәрі де өзінің қолмен жасалған, қарапайым, бірақ өте дәмді тағамдар еді. Біз дастархан басында ұзақ әңгімелестік. Ол маған өзінің балалық шағы, ата-бабалары туралы қызықты әңгімелер айтып берді. Мен оның өмірлік тәжірибесіне, даналығына қайран қалдым. Біздің заманда бәрі басқаша еді, қызым. Тоқшылық болған жоқ, бірақ адамдар бір-біріне мейірімдірек еді. Ең қымбат дүние адал достық пен отбасы болатын. Мен айттым. Ол кездері болған қиындықтарды естігенде қазіргі өміріңіздің қадірін түсіндім. Қайынатамның әрбір сөзінен үлкен мән, терең ой жатты. Мен оны бұрын мұндай жақын қабылдағанымды түсіндім. Кеш батқан соң біз каминнің қасына отырдық. Қайынатам маған өзінің өмірлік қағидалары, маңызды деп санайтын нәрселері туралы айтты. Ол маған отбасылық қарым-қатынастарды сақтау, қиындықтарды жеңу жолдары туралы ақыл кеңестерін берді. Бұл сәттер мен үшін өте құнды болды. Мен өзімнің әкемнен естімеген жылы сөздерді, қолдауды қайынатамнан сезіндім. Сенбейтін шығарсыздар. Қайынатам бір кездесте тағы бір әңгімесін айтып бастады. Өмір күрес, қызым. Бірақ сол күресте сен жалғыз емессің. Жаныңда сені сүйетін жандар бар. Ең бастысы бір-біріне сенім арту, қолдау көрсету. Оның әрбір сөзі менің жүрегіме жылы дейді. Мен
Сол түні қайнатамды жаңа қырынан таныдым. Ол тек менің күйеуімнің әкесі ғана емес, сонымен қатар мен үшін де қамқоршы, ақылды, ұстаз бола алатын жақын адам екенін түсіндім. Таң атты. Біз ерте тұрып таңғы ас іштік. Қайнатам мені әуежайға шығарып салды. Қоштасарда ол мені құшақтап, маңдайымнан сүйді. Ол сәттегі менің сөзімді, сезімімді сөзбен жеткізу қиын. Мен өзімді қатты бақытты сезіндім. Келгеніңе рахмет, қызым. Сен маған үлкен қуаныш сыйладың, деді. Сізге де рахмет, баба. Бұл түн мен үшін ерекше болды. Мен сізді жақсы көремін, дедім. Міне достар, менің қайнатаммен өткізген ерекше түнім осындай болды. Бұл түн маған көп нәрселерді үйретті. Ең бастысы, жақын адамдармен өткізген әрбір сәттің қадірін білу керек екенін түсіндім. Отбасы біздің ең үлкен байлығымыз. Мен сіздерден де өз отбасыларыңызбен, әсіресе үлкен буын өкілдерімен көбірек уақыт өткізуге шақырамын. Олардың айтар ақылы, берер тәжірибесі мол. Сіздер де өздеріңіздің ерекше отбасылық оқиғаларыңызбен бөліссеңіздер қуанышты болар едім. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және арнама жазылыңыздар. Менің қайнатам өзінің әйелінен, яғни енемнен айырылғанына 2 жылдан артық уақыт өтті. Бірақ қайнатам өздерінің қара шаңырақтарын қимағаннан кейін ауылдан қалаға көшіп келген жоқ. Біз әрине күйеуімнің, екеуміздің ақылдасып ортақ шешімімізді айтқан едік қайнатамызға. Қайнатама қалаға көшіп келіңіздер, біздің қолымызда болыңыздар деп. Бірақ өкінішке орай қайнатам өзінің әйеліне деген жылы естеліктерді қимай, ауылда қаламын деген шешімге тоқтады. Әрине қайнатам ауылда жалғыз емес, оның бауырлары, басқа да туыстары, жиендері, бәрі сол ауылда. Және біз қаладан тек қана 100 шақырым жерде ғана тұрамыз. Осымен әңгімеміз аяқталды. Қазақша арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған өмірден алынған арнасы. Тек қана шынайы, 100% өмірде болған оқиғаларды ғана жариялаймыз. Сау болыңыздар.